Сәлем достар, сіздермен Уәли кәсіпкер. Бүгін жаңа тақырып Торонто қаласының қоғамдық көлік жүйесіне шолу жасаймыз. Метродан бастаймыз, сондықтан кеттік. Біздің үйге ең жақын метрода кіреберіс осындай. Ғимараттың ішінде, осы үйдің ішінде орналасқан кіреберіс, сондықтан іші әдемі, бизнес орталығы және сауда орталығы сияқты ұқсайды, орталығына ұқсайды. Әдемі қылып жасап қойған. Көріп тұрғандарыңдай, мына жағында жолдың мына шетіне шығатын жері бар, арғы шетіне, және мына жерден тікелей ғимараттың ішіне метродан лифтімен көтеріліп кетуге болады. Енді түсіріп жатқан кезде мына жерде бір сигнализация істеп қалды. Менің кінәм емес, шын айтайын. Мына жерде пандемияның кезінде болу керек. Мынандай автоматты түрде есікті ашатын механизмдер қойған. Қолмен бұлғап жіберсеңіздер, есік өзі ашылып кетеді. Жол ақысын төлеу үшін мынандай аппараттар орналасқан, және Presto деген карталар бар. Біздегі Астанадағы атын есімде жоқ, оңай Алматыда ғой. Сол сияқты мынандай карточкалар. Мына жерде тек қана карточка қабылдайды, картамен төлеуге болады. Мына жерде қолма-қол ақшамен толтыруға болады. Мынандай Presto картасы етіп қоямыз. Баланс толтыру. Қосамыз. Ары қарай, сосын төлеудің екі түрі бар. Қолма-қол ақша немесе кредит карта. Карточкамен төлеуге болады. Карточканы таңдаймыз. Және мына жерге қоя саламыз. Карта толтырылды. Кеттік. Жол ақысын төлеу үшін мынандай турникеттер арқылы өтеміз. Және жол ақысы $3.2. Керемет дейсіңдер ғой. Осындай бағаға 1000 теңгелі метро. Бірақ бұл бағаның ішіне, айта кетейін, бұл бағаның ішіне 2 сағаттың ішіндегі пересадкалар кіреді. Сондықтан 2 сағаттың ішінде автобус, трамвай, метроның ішінде кез келген жерде кіре бересіздер. Метроның іші кәдімгі метролар. Бізде Алматының метросына өте ұқсайды. Бір қызық жері осындай рекламасы көп. Толықтай мысалы барлығы қызық. Қызыл жасаған бірдей реклама. Бірақ бұндай сирек кездеседі. Алматының метросына қарағанда әрине үлкендеу, бірақ әлемнің ең үлкен метро жүйелеріне салыстырғанда көп кішкентай, екі ұзын мынандай жолдары бар, және кішкентай тағы екі жол қосылған кішкентайлары бар. Бірақ бұл Торонто қаласының қоғамдық көлік жүйесінің тағы бір ерекшелігі осындағы метромен ғана шектелмейді. Керісінше, мынандай қызыл жолақтар көрсеңіздер, бұл барлығы стриткар дейді. Стриткар деген біздіңше трамвайлар жүйесіне қосылған. Кейбір жерлерде, кейбір станцияларда тіпті бір метро станциясының ішіне кіретін трамвайлар бар. Соған шығып көрсетейік. Міне мынау метро станциясының трамвайлар жүйесі және автобус маршруттарына қосылған толық карта. Міне метродан шықтық. Және бірден
Трамвай аялдамасының қасынан тұрдым. Аялдамалар мынандай. Бір жағынан кіреберіс, үш жақтан жабылған. Және ішіндегі осындай уақыт көрсететіні бар. Қашан келетіні табло, дисплейде көрсетеді. Және жол жақтан шалшықшулар шашырамайтындай қылып әйнекпен жауып қойған. Осындағы жалпы Солтүстік Америкадағы бір айтатын жайт. Осы құтқару жүйесі, өрт сөндірушілер және басқа да осындай emergency vehicles дейді. Полиция және жедел жәрдем қызметкерлерінің көліктері өтте, жол жүргізушілері, жолдағы көліктер барлығы өте қатал жол береді. Бәрі тоқтап қалу керек. Және осылардың дауыстары қатты шығады. Жүрген кезде бәрі еститіндей. Бір ерекшелігі осындай. Міне біздің трамвайға кірдік. Кіріп келе жатырмыз. Жаңағы мен айтқандай, келесі пересадка тегін. Жалпы Варламовтың бағдарламаларын көріп, содан осы трамвайлардың қала қоғамдық көліктерінің ең жақсы түрі деп ойлаймын. Дегеніне көзім жетті деймін. Өйткені қаладағы қоғамдық көліктердің, мысалы, автобустармен салыстырғанда өте ыңғайлы, ал метромен салыстырғанда бағасы қолжетімді. Сондықтан артықшылықтары өте көп. Мысалы, бұл бір үлкен трамвай, ішіне өте көп адам сияды. Автобусқа қарағанда әлде қайда көп адам сияды. Және бір ғана жүргізушімен жүргізе беруге болады. Екіншіден, осы жүргіншілер, осы трамвайлар адам көп уақыттар кезінде бір-біріне қосыла алады. Торонтода әлі көрмедім, бірақ жалпы Европада көп қолданатын нәрсе. Бір трамвай, бір жүргіншіліге бірнеше трамвай қосылады да, бірнеше есе көбейеді сыйымдылығы. Тағы бір жері трамвайлардың жолда орын аз алатындығы. Өйткені олардың рейстері бар. Осы жолдармен, белгіленген жолмен үнемі ешқайда оңға солға бұрылмай жүре береді. Сондықтан қалада, үлкен қалаларда, орын аз жерлерде жақсы қолдануға болады. Айналасына ағаш отырғызуға болады. Бұл ерекшелігі, мысалы, артықшылығы троллейбустармен қарағандағы артықшылығы. Өйткені троллейбустар электр жағынан жақсы болғанмен, қоршаған ортаға жақсы болғанмен, электрді қолданатындықтан, электр қуатын қолданатындықтан. Бірақ жолда кәдімгі көлік сияқты оң жақ сол жаққа көп жүре алады. Вариациясы көп болады. Мысалы 3-4 метр жолақтары, бұлардың жолақтары кәдімгі автокөліктердің жолақтарындай кем дегенде 4 метрдей болу керек. Тағы бір артықшылығы. Мысалы, автобустармен және троллейбустармен салыстырғандағы тағы бір артықшылығы дөңгелектер. Дөңгелектері болғанда осы резинаның шаңы үгітілген резинаның шаңы ауаға көтеріліп біздің өкпемізге түседі. Ал трамвайдың дөңгелектері темір болғандықтан бұның ұнтақ болғанымен біріншіден ұнтақ көлемі аз,
Екіншіден, бұл ұнтақ ауыр болғандықтан ауаға ұшу ықтималдығы төмен. Сондықтан бұл шаң болып төменге түседі, төменген жаңбырмен немесе жолды жинаған кезде жуылып кетеді. Айта берсең артықшылығы көп екен, сондықтан Алматыдағы трамвайларды алып тастаған кезде өте өкіндім. Болашақта мүмкін осы трамвайларды БРТ емес, ЛРТ емес, Құдай сақтасын, осындай трамвай, бірақ ЛРТ деген трамвайдың бір түрі ғой. Осыны жасап, еске алып, трамвай жүйесін үлкен қалаларда қолданады деп ойлаймын. Меніңше, есімде болса, қателеспесем, трамвай Қазақстандағы тек қана бір қалада қалды. Ол Павлодар, Кереку қаласы. Жалғыз қала, сол жерде айтпақшы жақында олар Еуразиялық даму банкінің кредит несиесін алып, трамвайлар паркін жаңартты. Енді жолдарын жаңартса тіпті керемет болады. Сондықтан Павлодардан үлгі алып, басқа қалаларда да трамвай көбірек жасауымыз керек. Алматыда тіпті осылай трамваймен метроны қосуға да болады. Осылай трамвай тоқтаған кезде артындағы көліктер бірден қалт етіп тоқтай қалады, өйткені айыппұлдар өте жоғары. Бұны біз праваға осындағы жүргізуші куәлігін алу үшін тапсырған емтиханда бірнеше рет айтылған, бірнеше рет тест сұрақтарында кездесті. Торонто қаласының қоғамдық көлік жүйесінің тағы бір ерекшелігі мүгедектерге арналған жүйелері. Осындай бағана көрсеткен жолаға шығады. Осы жолақ бойынша адамдар оп-оңай өздерінің арбаларымен кіріп кете алады. Бұл жүйелерге қосымша тағы да арнайы көліктер бар. Wheelbus деген сондай бір нәрсе. Осы қоғамдық көлік жүйесіне TTC деген бар. Осы TTC-дің Toronto Transit Commission дейді. Соның тағы да бір бөлімі тек қана немен айналысады. Жаңағы трамвайлар, қаланың сыртында жүрген, жердің үстінде жүрген трамвайлар осындай жердің астына кіріп кетеді, метро жүйесіне тікелей қосылған. Метродағы пойыздардың барлығы жаңа емес, кейде осындай ескілерде кездесе береді. Осымен Торонто қаласының қоғамдық көлік жүйесінің шоуының бірінші бөлімін аяқтаймыз. Екінші бөлімде такси, автобус және басқа да ерекшеліктер жайында айтып кетеміз. Сондықтан каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Сұрақтарың болса айта беріңдер, келесі жолға да шығарып беремін. Жауаптарын жазып беремін. Көріскенше сау болыңдар.